Қазан ошағыңнан құт кетпесін деп, әкем маған ошақ, қайнатам қазан сыйлады. Бар қазанымыз бос болмасын, ошағымыздың түтіні түтеп тұрсын деп, жаздай баққан қазымыздың етін асып, өзімізше дімлама жасадық. Бұл тағамның дайындалу жолын 100% біздікі дұрыс деп айтпаймыз. Қолымызда бар нәрселермен дайындадық. Сиыр етіне бір қасын етін қостық. Үстіне пиязын, сәбізін, бұрышын, картобын, қызанақ және орам жапырағын салдық. Көріп тұрғаныңыздай бәрі рет-ретімен үсті-үстіне салынады. Шынымды айтайын, бұл менің ең алғашқы қазан ошаққа тамақ пісіруім. Сәтті шықты деп ойлаймын. Дәмін татқандар әдемі шығыпты, дәмді болыпты десті. Бұл тағамда негізгі көкөніс картоп дей аламын. Қалған көкөністер қосалқы рөл атқаратын сияқты, қосымша дәм беру үшін. Мына жерде қызанақ салуға ұмытып кетіп, бірден орам жапырақ салуға кірісіп кетіппін. Бүкіл көкөністерді салып болған соң, ең соңында орам жапырақтың жапырақтарымен қазанымыздың бетін жабамыз. Осылайша дімлама бұғып піседі. 1,5 сағат дегенде тамағымыз дайын болды. Көкөністер езіліп, бәрі өзінің дәмін беріп, өте дәмді болып шыққан. Қазымыз тұздалған қаз болғандықтан сүрленген жылқы еті сияқты болып шығыпты. Қазан ошаққа ең бірінші рет пісіріп тұрғандықтан оттың қызуын кішкене үйлестіре алмадық, сондықтан астындағы сиыр еті аздап күйіп кетіпті. Осылайша дімлемамыз дайын болды. Ал біз кеттік. Астарыңыз дәмді болсын.